Қайырлы достар, қалайсыздар? Міне балапандар үркіп жатыр. Алла қаласа бүгін екінші күн. Барлығы уже кішкене реттеліп, кормушкадан жем жей бастады уже. Міне. Балапандардың жағдайы осылай ағайын. Мен ешқандай жаңағыдай антибиотик не ештеңке бермеймін. Дәріге отырғызғым келмейді өзім шыны керек. Мына жерде қазір не бердім? Жаңағы іштері өтпесін, жаңағы іштері асқорытуы тез болсын деп. Қандай дәрі еді? Атын ұмытып қалдым. Левовицетин бердім. 1 литр суға 1 таблетканы жібітіп, қазір мында су қауысылды міне. Мына жақтан қазір шай қойып жатырмын. Суды қойып қоямын. Осын біраздан кейін келіп, осыны беремін. Жем міне. Пока крупы Востока беріп жатырмын. Одан кейін, осы таусылғаннан кейін мына жамбылдың жемін берем. Бұны да мақтап жатыр, осы жақсы жем деп. Осыны берем пока. Бізде Шымкентте қарағам нені. Ой. Ресейдің Самараның жемін. Бізде 9 мың, 10 мың теңге болып кетті уже. Соменен амал жоқ өзіміздің жемінен беріп жатырмын. Бірақ ол Самараң жемі негізі качественный ғой негізше. Аз бересің, тоқ қылады. Мыналарға жиі саласың, қосып қойып жатыр да. Одан кейін бір балапан айтпақшы, бір балапан өліп қалды. Бір балапан өлді, кішкене өзі келгенде әлсіз деп еді. Сол балапан ақыры кетті. Сосын тағы да бір кішкентай балапан бар, что-то ол да білмеймін өз не болатын, пока ішінде жүр. Міне ана обогревті қосып қойғам, ары қаратып, шлакобокқа қарай қаратып. Пока осылай температураны 29-30 ұстап жатырмын. Міне мынау күйіп кетті ағайын. Кеше түнде қайтаға мен келдім, сағат түнгі 3-те келсем, мынау істемейді. Дереу алып тастадым да, прямой қосып қойдым да. Мына жерде ауа кіретін қалдырып қойдым, мына әдейі. Ыстық желдің жартысы бері, жартысы ағара кетеді. Сол кезде түнгі 3-тен сағат 4-ке дейін ба отырдым бастарында. Ана температурасы қалай болады екен деп. Уже түсініп алдым, қалай керек екен. Ана бұрыштан қазір бір 10-ға қарай кішкене бұрып қоям. Сонымен қаласа азанға дейін төмен жақсылап тұрады. Кормушкадағы жемді жеп үйреніп жатыр уже. Барлығы жартысы ұйқыда. Приколдағыдай жинал! Жинал! деген кереді беріп қойып тұр ғой. Мына ағайын осы сіздерге бір жақсы бір карантинге қарасын, көрсін. Карантин біткеннен кейін сіздер айналысыңыздар. Қызушылықтарыңыз артсын. Міне. Ана мен кімнің видеосын көрдім? Алмазбек әр қазақ бай болсын деген. Сол кезде соңғы бір мал бордақылайтын видеосында жаңа кісімен сөйлесіп отыр ғой. Сол кісі айтады да, Өзбекстанға барған екен жаңа кісі. Көргендер бар, көрмегендер бар. Сол кезде Өзбекстанда бір өзбек ағайын айтыпты. Істеп атқан тірлігіңді қазаққа айта бер депті. Ол бәрібір істемейді деген ғой. Ал бірақ істеп атқан тірлігіңді қазаққа көрсетпе депті. Қазаққа көрсетсең, сенен 2 есе мықты қылып істейді деген ғой. Сол үшін ағайын, мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Менен де мықты қылып, 2 есе мықты қылып істеңіздер ағайын. Сіздерге де бір жақсы пайдасы тисін.
осыдан жемін көріңіздер, нәтижесін алыңыздар. Негізі әлемде бұл зерттелген нәрсе екен, тауық деген бірінші орында. Пайдасы жағынан тауық әлемде ең бірінші орында екен ағайын. Міне бізде Шымкентте карантин, барлық 42.500 деп әйтеуір соны алып жатыр. Міне менде 42.500 теңге өтінім беріп қойдым, енді берсе берді, соған берсе, егер сол 42.500 теңге берсе жемек қойын деген осыларға бар, 2 қап тағы да артығыменен. Бұл карантин қай уақытқа дейін созылады, бір аталған қолында ғой. Мынау керамический лампа ғой, ана Өскеменнен алдырғанша өте мықты екен ағайын. Ыстықты да жақсы береді. Екеуін қойып қойғам. Сосын кейін анау инфракрасный лампа сияқты күйе бермейді, бұл бір жақсы ше. Осы күйінші суға салып қайтадан сап қойсында істей береді бұл. Бір сондай бір рахат екен осы лампа. Аккуратно ұстасаң, бір пайда істейді екен бұл лампаны ше. Міне балапандар, Алла Тағала тіл көзден сақтасын. Өстіп өсіп жатыр. Кеше бірінші күн болғаннан кейін енді әр 3 сағат сайын қарап тұрдым ғой. Әр 3 сағат сайын. Кезде қарайсыздар ағайын өстеп. Бір 10 күннен кейін уже аяқтанып алғаннан кейін, қанаттанып алғаннан кейін еш ойындамайсыздар да. Бір апта осы 29-30 градус ұстаймын. Бір аптадан кейін уже 25 градусқа дейін түсіремін ғой температура. Сосын 25 градуспенен 2-3 апта тұрады. Кейін сол 20-19 сондай градусқа дейін кәдімгі өз даланың температурасымен бірдей кетемін. Міне ең бірінші ағайын осы брудер ғой. Брудерлерің жақсы болса, балапан жақсы болады. Брудеріңіз нашар болса, балапан мазаңыз алады үшін жаңағыдай ше. Бір түн ұйықтамасаңыз да, бірінші реттеп алсаңыз, жылуды, температурасын барлығын. Одан кейінгі ұйқыларыңыз тыныш болады, уайымдамайсыздар. Осы ағайын, мынау кәдімгі адам ішетін левомицин ғой, дәрі. Осының біреуін аласыз да, мынандай менде банкі бар. Осы банкіге күйіп қоям, жаңағыдай дайындап қоям. 1 литр суға 1 таблетка. Осыны 4-5 күн берем. Сосын кейін ағайын, мынау жерде енді сіздерге айту керек. Мынау жиі қарап тұрыңыздар деп жатқаным, балапанның көтеніне боқ қатып қалады. Боқ қатып қалады көтеніне. Сол боқтарды уақытылы тазалап отырыңыздар да. Әйтпесе мынау боқ қатып қалса, енді бәшкен кезде шықпай қалады да, сонымен өріп қалады. Сол үшін жаңағыдай андай күчігасып тұрған жерлерді жаңағыдай қуып араларын ашып қарап жіберіңіздер ағайын. Мендегі жаңалық осы ағайын. Сіздерге жақсылап бір көрсін, қарасын. Бізде негізі құс шаруашылығы әлі дұрыс дамымағанын білесіздер. Құс шаруашылығы қоя берейікші, өзіміздің ата-бабамыздан келатқан малымыздың өзі дұрыс дамымаған ғой. Ешқандай мемлекеттен де қолдау жоқ. Дұрыстап. Құс шаруашылығы тура сондай. Құспен қазірден айналыссаңыздар, бұл бір 2-3 жылда монополист боласыздар осы құстан. Міне ағайын. Осы мына жақта инкубаторда бұл 9-ды күні тоқтатам переворотты. Сонымен 9-ды күн 10-нан бастап Құдай қаласа мына жердегі балапандарды шығады енді Алла қаласа. Өлі Алланың қолында. Не ағайын, сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар.
бар білгенім жауап беруге тырысамын. Міне негізі порода асыраңыздар, порода. Кросстан ұрпақ аламайсыздар. Мына породадан ұрпақ алып қала аласыздар да өздеріңізге. Міне құдай қаласа енді осының ұрпақтарынан жақсылап көбейтіп алсам. Тазаған ғой енді. Тазақан. Осы тазағаннан жақсылап ұрпақ алу керек екен ағайын. Ал бауырларым, сәттілік сіздерге. Шаруашылықтарыңыз дамысын. Видеоны лайк басып қойыңыздар, қолдап қойыңыздар. Жаңадан қосылған көрермендер болса, подписаться деп басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео шыққанда келіп тұрады. Сұрақтар болса комментарийға. Міне сіздердің қолдауларыңыздың арқасында өстіп мен де шабыттанамын. Маған да осы істерге түсіріп жіберген ұнайды. Білмегендерімді сіздер айтып жатсыздар, оны да құпия ұстап жатырмын. Бәріміз ел болып осыны дамытайық ағайын. Ал, рахмет, сәттілік. Келесі кездескенше сау саламатта болайық ағайын.